Бүгін біздің мектебімізде жас шекарашы клубының ресми түрде ашылуы өтуде. Бұл клуб оқушыларды тәртіпке және де отансүйгіштікке тәрбиелейтін бастауымыздың бірі болып табылады. 176 мектепте жас шекарашылар әскери патриоттық клубын ашуда. Әскери патриоттық клубтың ашылу негізгі мақсаты осы жастарды отансүйгіштікке, отан алдында өз борышын атқаруға дайындықты тәрбиелеу. Біз осы клубты ашып, ары қарай осы 2 жыл ішінде жастарды негізгі әскери патриоттыққа дайындықты және мемлекеттік шекараны қалай күзету керек, мемлекеттік шекара деген не, сол туралы түсіндіріп, әрқашан сабақ өткіземіз және арнайы дайындық, далалық дайындық сабақтар өткіземіз. Сонымен бірге бізде осы Алматы қаласында бірнеше жас шекарашылар әскери патриоттық клубы бар. Олардың мүшелері жаз кезінде және демалыс кезінде мемлекеттік шекараға шығады. Соған сіздердің мектептердің оқушыларын да шақырамыз. Осы клубтың мүшелерін шекараның ең сызығымен жүрген кезде, сол кезде нағыз патриоттық сезімдер оянады. Бүгін 176 мектеп гимназияда жас шекарашылар клубы ашылды. Әрине, тәуелсіздік күніне орай ашылып жатқан бұл сыныптың үлкен маңыздылығы бар деп ойлаймын. Балаларды отансүйгіштікке, елжандылыққа, туған жерге деген сүйіспеншілігін арттыру мақсатында, болашақта ел қорғау мақсатында осындай балалардың арасында сыныптардың көбеюі біз үшін қуанарлық іс деп ойлаймын. Жаңа бастама құтты болсын. Әрине, өйткені әрбір оқушы отанын қорғайтын, елін қорғайтын азамат болу керек деп ойлаймын. Әрбір ұлдар да және қыздар да бұл мектепке біздің өзім 176 мектеп гимназия керек деп ойлаймын. Ең бастысы оқушылардың әскери патриоттық сезімін ояту. Бүгін номер 176 мектеп гимназиясында патриоттық тәрбие мен оқушылардың азаматтық жауапкершілігін арттыруға бағытталған жас шекарашы клубының салтанатты ашылуы ресми түрде өтті. Бұл іс-шара оқу ордасындағы тәрбие жұмысын жаңа деңгейге көтеріп, жас буынның ел қауіпсіздігіне деген қызығушылығын арттыруды мақсат етті. Клубтың негізгі міндеті оқушыларға мемлекеттік шекараны қорғаудың мәні мен маңызын түсіндіру, отансүйгіштік қасиеттері қалыптастыру, әскери дайындыққа деген ынтасын ояту және де болашақ шекарашылардың алғашқы буынын тәрбиелеуі. Клуб мүшелері алдағы уақытта арнайы сабақтарға, шекара қызметімен таныстыру шараларына, патриоттық бағыттағы кездесулер мен оқу-жаттығу жұмыстарына қатысатын болады. Салтанатты ашылу барысында мектеп әкімшілігі және де шақырылған қонақтар шекара қызметінің басты міндеттері мен ел қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі рөлі туралы баяндап, оқушыларға кәсіби бағыт беру жұмыстарының маңыздылығын атап өтті. Сонымен қатар клубқа қабылдаған оқушыларға арнайы мүшелік куәліктері табысталып, олар ресми түрде жас шекарашы қатарын толықтырды.